Сәлеметсің бе менің қымбатты оқушым? Бүгін біз сенімен А дыбысы және әрпімен танысатын боламыз. Алдымен экрандағы суреттерге назар аудар. Әр суреттің атауын тап. Сонымен бірінші суретте ненің суреті бейнеленген? Атай ғой. Алма. Өзіңнің жауабыңды мұғалімнің жауабымен тексеріп отыруды ұмытпа. Екінші суретте ненің суреті бейнеленген? Аққу. Ал үшінші суретте ненің суреті? Астана. Үш суреттің де атауын дұрыс таптың деп ойлаймын. Ендеше әр суреттің дыбысталуына назар аудар. Және қандай дыбыстан басталып тұрғанын айт. Алма. А дыбысынан басталып тұр. Аққу. А дыбысынан басталып тұр. Астана. А дыбысынан басталып тұр. Дыбысты біз естиміз, ал әріпті осылай таңбалап жазамыз. Міне, А дыбысымен сен таныстың. А дыбысы қызыл түске боялып тұр. Себебі ол дауысты, жуан дыбыс. Дауысты дыбысты біз айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ұзаққа созылады. А. Дауысты дыбысты әндетіп те айтуға болады. Мысалы, А. Міне, сен А дыбысы және әрпімен таныстың. Енді тапсырманы орындап көрейік. Берілген суреттерден А дыбысынан басталатын сөзді тауып белгілеу керек. Ол үшін алдымен суреттерді дұрыстап, атауын анықтап алайық. Суретте не бейнеленген? Бірінші сурет. Ненің суреті? Жаңа бізде болды. Алма. Екінші суретте. Ненің суреті? Бақа. Үшінші суретте күшік. Және төртінші суретте тауық. Сонымен алма, бақа, күшік, тауық. Қай суреттің атауы А деген дыбыстан басталады? Жауап беріп көр, және жауабыңды тексересің. Иә, алма сөзі А дыбысынан басталады. Дұрыс жауап бердің деп ойлаймын. Бүгінге осы, келесі сабақта біз Ә дыбысы және әрпімен танысатын боламыз.